Ақша бұлт пен аққайыңның достығы өте ертеде, ежелгі дәуірде басталыпты. Ақша бұлт көкте, аққайың жерде болса да, сырласудан жалықпақты. Күндердің күнінде екеуінің достығын көре алмаған. Қара дауыл кенеттен қатты соғады. Аспан әлемін қара бұлт торлап, ақша бұлт көрінбей кетеді. Жер бетіндегі аққайыңға жете алмаған ақша бұлт сағыныштан жылап алады екен. Жанарынан аққан жас кейде жаңбыр болып тамшыласа, кейде нөсер болып құйылыпты. Ақша бұлтты күте аққайың сағыныштан сарғайып, күннен күнге жүдей бастайды. Аққайыңның мүшкіл халын көрген жел ақша бұлтты іздеп сапар шегеді. Жел жеткізген хабар ақша бұлттың досына деген сағынышын одан әрі үдете түседі. Қара бұлттың үстінен қалқып өтіп, қою бұлттарды ығыстырып, желдің соңынан ақша бұлтта аққайыңдар мекеніне жетеді. Алай әйтеуір үлгердім-ау деген ақша бұлттың қуаныш жасы аққайыңға тамшылай жөнелді. Аққайыңдар болса тамырларына нәр жүгіріп, бірте-бірте бастарын көтере бастайды. Ақша бұлт досының аман-есен оралғанын көрген аққайыңның қуанышында шек жоқ. Тіпті досына деген шексіз мейірімінен қабықтарының арасынан тәтті шырын бөліне бастайды. Міне балалар, өздеріңнің таңдайларыңды үйрететін балдай тәтті аққайыңның шырынның шығу тарихы осындай.